Ваграншы деген мамандық жайлы естіп педіңіз. Жезқазған қаласында шойынды ескі әдіспен балқылатын вагранка пеші бар. Сол алып қазандықтың жұмысын қамтамасыз ететін маманда ваграншы дейді екен. Тәуелсіздіктің ұрпақтары жобасы аясында металлургтер жайлы сюжеттер әзірлеу үшін Қазақмыс корпорациясының құрамындағы құю механикалық зауытқа барған тілшіміз осындай бірегей кәсіп иесімен танысып қайтты. Ваграншілер әулетінің өкілі Серік Құлмағанбетов жайлы Айзада Оразханқызы баяндасын. Бұл шойын балқытатын вагранка пеші. Осы зауыт негізі қаланғалы бері үздіксіз жұмыс істеп келеді. Үздіксіз дегенде тек маусымдық жөндеу жұмыстарында тоқтатылады екен. Тәулігіне 7 тоннаға дейін шойын балқытатын бұл пешті көне жәдігер деуге болады. Неге десеңіз, себебі қазіргі өндіріс орындарында тоқпен қызатын пештерге басымдылық беріледі екен. Алайда металлургтердің айтуынша, вагранкада балқытылған шойынның энергетикасы да, сапасы да ерекше болады екен. Жүзі жылы, мінезі көркем, жымиып қана жұмысын атқара береді. Аз сөйлеп, көп тер төгетін нағыз еңбек адамы. Мұндай азаматтың жанында өзіңді жайлы сезінесің. Түсірілім барысында Серік Құлмағанбетовтың қасында болған 1 сағатта осындай ой түйдім. Алайда білде бір зауыттағы бірегей пештің жұмысын дөңгелетіп отырғанына қарағанда, кейіпкерім мен ойлағандай оңай жаңғақ емес. Шойынды ескі әдіспен алатын өз ісінің шебері, әке кәсібін жалғастырушы. Жөндеп болғаннан кейін арты бар, артын жабам, артын жап болғаннан кейін мына пештің есігін жауып, бәрін жауып, сосын металлды уже құюды бастаймыз. 4 баланың әкесі вагранканы 5-ші перзенті санайды. Өз іске қосып, балқыту барысын қадағалап, жөндеу жұмыстарында ешкімге сеніп тапсырмайды екен. Қазандық ерекше ықтиярлықпен әрі тек күтіммен тұр. Сондықтан іске қосылғанына 68 жыл болса да, жаңаларынан кем өнім бермейді. Әскерден келе сала балқыту цехына жұмысқа орналасқан жігіт ағасының осы пешті күтіп баптағанына 20 жылға жуықтапты. 20 жылда коллектив өзгерді, барлығы құрылыс нелер өзгерді, бірақ менің бұл пешім әлі өзгерген жоқ, сол қалпы. Серік Өмірбекұлы Жезқазған өңіріне белгілі балқытушы Өмірбек Құлмағанбетовтың ұлы. Балқытушылар цехында 40 жылдан астам уақыт еңбек еткен металлург осындағы әр қондырғыда өз қолтаңбасын қалдырған. Ұжымдағы бетке ұстар жұмыскерлер осы кісінің тәлімін алып шираған. Ол кісі баласын өте жақсы тәрбиелеп кетті, өзінің артынан ізбасарлығып. Енді қазір Құлмағанбетов Серіктің өзі осы цехтардың балқытушылар бригадасының бригадирі болды былтырдан бері. Өзі де шәкірт тәрбиелеп келатыр. Ваграншы жойылуға жақын мамандық. Қазір мұндай пештерді тоқпен қызатын қазандықтар алмастырған. Бұл Жезқазғандағы жұмыс істеп тұрған соңғы вагранка. Мамандығына адал, жұмысына тиянақты металлург көптеген марапаттардың иегері. Қазақстанның дамуына қосып жатқан үлесіміз ол үздіксіз өнім беру дейді балқытушылар әулетін жалғастырушы. Айзада Оразханқызы, Нұрбол Әментұлы, Сарыарқа жаңалықтары, Жезқазған қаласынан.